мемлекетімізде Қазақстан Республикасында көптеген медреселеріміз бар. Ол Қазақстан мұсылман діни басқармасына тікелей бағынышты. Сол былай айтқанда салт дәстүрлерімізбен ислам дінінің біте қайнасқан медреселеріміз. Ол жерде оқыған бала ислам тарихымен қатар ұлтымыздың тарихымен де сусындайды. Тілімізге де жанашыр болады, патриот болады. Ұлттық идеологияны түсінбей сыртқа шығып кеткен жағдайда әртүрлі жаңағы псевдосәләфилік уағызшылардың лидерлері бар ғой. Келді мәселен, келгеннен кейін бар уағыздардың арасында мынау болмайды, анау бидғат, мынау харам деген сияқты нәрсені айту арқылы біздің көптеген салт дәстүрлерімізді мансұқтай бастады. Бұл үлкен елге зиян болып табылады. Шыны керек, 90-шы жылдар бізде кадр жетіскен жоқ. Мықты ұстаздар жетіскен жоқ. Мықты медреселерде жағдайлар болған жоқ. Сол уақытта шет жаққа білім алуға мәжбүр болды. Ал енді қазіргі уақытта бізде елімізде жағдай жеткілікті. Медреселеріміз бар. Құран қарилары шығып жатқан медреселеріміз бар. Білікті имамдықты дайындайтын медреселеріміз бар. Сонымен қатар өзге елдерден де келіп оқып жатқан Нұр Мүбарак университетіміз бар. Ол жерде енді сайдың тасындай мықты саңлақты ұстаздарымыз бар. Қазіргі уақытта бізге шет жақтан барып білім алуға біз мұқтаж емеспіз. Біздің өзіміздің елімізде мықты ұстаздарымыз, мықты ағартушы ғалымдарымыз, теологтарымыз, имамдарымыз жеткілікті. Жастар осылардан білім алу керек қазіргі уақытта. Отанды сүю иманнан дейді. Имандылықтың негізі отанды сүюден болады.